Саламатсыздар ма? Бүгін киімге тік жағаның выкройкасын қалай салады көрсететін болам. Ол үшін киімді екіге бүктеп, беттестіріп, мойын ойынысының ұзындығын тауып аламыз. Тігіс түсетін жерден дәл осылай өлшеп аламыз. Және де иық тігісі түсетін жерді де белгілеп аламыз. Менде иықтың тігісіне дейін желкесінен бастап 6,5 см болды, ал барлық мойын ұзындығы 15,5 болды. Алдыңғы жағындағы дәл солай тігіс 1 см жеткізбей өлшеп аламыз. Менде 15,5 см болды. Содан кейін қағазға 15,5 см өлшеп аламыз. Және де иықтың тігісі түсетін жерді де белгілеп қоямыз. Менде 6,5 см. Содан соң осы общий 15,5 см-ді дәл 3-ке бөлеміз. Менде шамамен ол 5 см, 1,5 мм-дей болады. Сол 3-ке бөлген жерді де белгілеп қоямыз. Енді жағаның биіктігі менде 3 см, балаға, үлкен адамға 4-5 см бола береді. Жоғарға қарай 3 см өлшеп алып, тағы кесінді сызамыз. Сосын жағаның бұрышын дөңгелектеп қоямыз, әдемі болып тұру үшін. Енді осы 3-ке бөлген жерден жоғары қарай тік сызып, жоғарыдан төмен қарай қайшымен қиып аламыз. 1 мм қимай қалдырамыз. Дәл осындай болады. Енді жоғарғы жағындағы қиылған жерден жарты сантиметр бірінің үстіне бірін айқастырып, скотчпен немесе қағаз клеймен белгілеп аламыз. Осылай екінші бөлігінде дәл осылай 0,5 см бірінің үстіне бірін айқастырып, скотчпен клейлеп қоямыз. Сонымен болды. Мына жерде сәл артықтау кетіп қалыпты, бір азайтып айқастырамыз. Сонымен жағаның выкройкасы дайын болды. Осыған қарап, матаға қойып, жағаны пішіп аламыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.